Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен Омарова Тілеукенова, ол мен және менің әріптесім Алимбаева Дина Ануарбековна екеуміздің жазған әдістемелік нұсқаулығымыз туралы ақпарат беріп өтеміз. Және бұл әдістемелік нұсқаулықтың қандай сіздерге қажетті жақсы жақтары бар, және оны сабақ үстінде қалай пайдалану қажеттілігінде туралы сөз қозғаймыз. Яғни біздің жазған әдістемелік нұсқаулығымыз ол 5-9 сынып оқушыларының қазақ тіліндегі айтылым дағдысын заманауи цифрлық технологиялар негізінде дамыту деп аталады. Бұл әдістемелік жұмысты жазу үшін бізге 1,5 жылдың көлемінде уақыт қажет болды. Өйткені оны жазып қана қоймай, және практикада қолданып, оның тиімді жақтарын іздеуге бел байладық. Сонымен біздің әдістемелік нұсқаулықтың мақсаты, біз орыс сыныптарында сабақ бергендіктен, орыс сыныптарындағы оқушылардың айтылым дағдысын дамыту бүгінгі күннің өзекті мәселесі екенін біз білеміз сіздермен. Және балаларды сөйлетуде бірқатар қиындықтар бар екенінде соған біліп отырмыз. Және сол жолды, осы қиындықтарды қалай жеңу жолдарын іздеу мақсатында әдістемелік нұсқаулықты жаздық. Яғни біздің әдістемелік нұсқаулықтың мақсаты орыс сыныптарындағы мемлекеттік тілдегі айтылым дағдысын QR-код, графикалық әдістер және жасанды интеллект технологиялары арқылы дамытуға арналған тиімді әдістемелік жүйе әзірлеу болып табылды. Бұл әдістемелік нұсқаудың өзектілігі орыс сыныптарындағы оқушылардың қазақ тілінде еркін сөйлеу деңгейі төмен, QR-код, графикалық әдістер және де жасанды интеллект оқушылардың сөйлеу белсенділігін арттыратынына көз жеткіздік. Сондықтан айтылымды заманауи техникалар арқылы дамыту бүгінгі таңның өзекті мәселесі болып отыр. Және осы әдістерді қолданнан кейін біз қандай нәтижеге қол жеткіземіз деген мәселе туындауы ол заңды құбылыс. Сондықтан да зерттеу жұмысының нәтижесінде біз қазір мен сіздерге атап өтетіндей көрсеткіштерге қол жеткізу көзделеді. Ол біріншіден, оқушылардың қазақ тіліндегі айтылым деңгейі жоғарылайды. Екіншіден, оқыту үдерісінде жасанды интеллект технологияларын тиімді қолдану жүзеге асады. Үшіншіден, оқушылардың сөйлеу сапасы мен тілдік сауаттылығы артады. Төртіншіден, оқушылардың цифрлық сауаттылығы және ақпараттық мәдениеті дамиды. Ендігі бір кезең ол мұғалімнің оқу, тәрбие үдерісін ұйымдастырудағы жұмысы тиімділенеді. Инновациялық педагогикалық тәжірибе қалыптасады мұғалімнің өз басында. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығы мен оқу мотивацияларды жоғарылайды. Қазақ тілін оқыту сапасы мен білім нәтижелері жақсарады. Бұның бәріне біз бүгінгі таңда қол жеткізіп отырмыз. Өйткені бұл әдістемелік нұсқаулықты сіздердің назарларыңызға ұсынар ардында біз бұның бәрі практика жүзінде жүзеге асырдық. Практика жүзінде біз өзіміз ғана жүзеге асырған жоқпыз. Біз мектептегі әріптестеріміздің бірнешеуіне осындай жолмен жұмыс жасауды ұсындық. Яғни жұмыстың жаңашылдығы неде? Әдістемелік нұсқаулықты басты жаңашылдығы QR-код
графикалық әдістер және жасанды интеллекті бір тұтас жүйе ретінде кешенді қолдануда. Яғни оларды бір-бірінен ажыратпай, бір тұтас жүйе ретінде қолдануымыз қажет. Және де ұсынылған әдістемеде QR код пен жасанды интеллект AI арқылы оқушыларға жеке бейімделген тапсырмалар беріледі. Интеллект карта мен сызбалар сөйлеуді жоспарлау құралы ретінде қолданылады. Жасанды интеллект арқылы сөйлеу қателеріне жеке кері байланыс беріледі. Оқушылардың өзіндік жұмысы дамытылады. Әдістеме тәжірибеде тексеріліп, тиімділігі дәлелденген. Сондықтан да бұл әдістемені біз сіздерге шын ниетпен өз жұмыстарыңыздың деңгейін, сапасын жоғарылату үшін тиімділігі екенін түсіндіре кеткіміз келеді. Және де жұмыстың ерекшелігі ол оқушының жеке қабілетін ескере отырып, дәстүрлі және заманауи технологияларды үйлестіруде ұсынылған жүйе мұғалімге ыңғайлы екенін айта өткіміз келеді. Және ол икемді практикадағы маңызы жоғары. Енді болжамы туралы мәселеге тоқталатын болсақ, егер қазақ тілі сабақтарында QR код, графикалық әдістер және жасанды интеллект жүйелі қолданылса, онда оқушылардың сөйлеу белсенділігі артады. Өзіндік білім алу дағдысы қалыптасады. Коммуникативтік қабілеті дамиды. Және сонымен бірге оқу мотивациясы күшейеді. Міндеттері: айтылым дағдысын дамытудың ғылыми, теориялық және педагогикалық негіздерін талдау. Орыс тілінде оқытатын сыныптарда қазақ тілін оқытудағы айтылым мәселелерін айқындау. Оқыту үдерісіне жасанды интеллект пен QR код технологияларының мүмкіндіктері зерделеу. Айтылымды дамытуда графикалық әдістерді игра графика, интеллект карта, диаграмма қолданудың тиімді жолдарын жүйелеу. Жасанды интеллект негізінде тапсырмалар жүйесін құрастыру және оны оқу үдерісіне енгізу де бүгінгі таңның өзекті мәселесінің бірі болып отыр. Практикалық бағыттағы диалог, пікірталас, жоба қорғау тапсырмаларын әзірлеу. Ұсынған әдістемені тәжірибеде сынақтан өткізу және апробациялау. Тәжірибе нәтижелерін талдау, тиімділігін анықтау және қорытынды жасау да біз айтылған міндеттердің бірі. Енді зерттеу әдістеріне келіп тоқталатын болсақ, зерттеу барысында келесі әдістер қолданылады. Теориялық әдістердің бірі әдебиеттерді талдау, салыстыру, эмпирикалық бақылау, өзіндік бақылау, сауалнама жүргізу, сұхбат алу және сөйлеу диагностикасын қалыптастыру. Ал тәжірибелік әдістер AI платформаларын қолдану, QR арқылы тапсырмалар беру, эксперимент жүргізу. Статистикалық әдістерге тоқталатын болсақ, ол деректерді өңдеу және диаграмма жасау болып табылады. Айтылым дағдысын дамытуға арналған әдістемелік жүйе. Мақсаты 5-9 сынып орыс тілінде оқитын оқушылардың қазақ тіліндегі сөйлеу қабілетін дамыту. Құралдар: QR код, графикалық әдістер,
игрографика, интеллект карта, тірек сызба, жасанды интеллект. Авторлық модель кезіндері мотивация, визуализация, QR-кодты қолдану, АИ қолдану, айтылым, келі байланыс, рефлексия. Тапсырма деңгейлері 5-6 сыныпқа қысқа диалог, сурет бойынша сөйлеу. 7-8 сынып оқушылар үшін монолог, сұхбат, мәтін мазмұндау. Ал 9 сыныпқа келіп тоқталатын болсақ, ол пікірталас, дебат, жоба қорғау сияқты жұмыстар. Технологиялар коммуникативтік, деңгейлік тұлғаға бағытталған, жобалық цифрлық оқыту. Бағалау ол мазмұн, құрылым, тілдік сауат, дыбыстау, сенімділік ұпай арқылы. Нәтиже сөйлеу белсенділігін мен мотивация артады. Өзіне сенімділік пен оқу сапасы жақсарады. Енді осы жұмыстарды жүргізгеннен кейін біз қандай нәтижеге қол жеткіздік деп сөйлейтін болсақ, яғни сабақ барысында біз бұл жүйені жиі пайдаланып тұрдық. Оны сіздер ұсынылып отырған суреттерден көріп отырсыздар. Бұл жұмыстармен жұмыс істеу барысында топтық жұмыс, жұптық жұмыс, немесе жеке жұмыстарда көп нәтиже беретінін айта кеткіміз келеді. Және 2 жыл қатарынан, егерде біз 1,5 жыл осы жұмыспен жұмыс істейтін болсақ, біздің сыныптарда оқитын оқушылар Ақбота республикалық олимпиадасында 1-2 орындардың иегері болып атанып жүрді. Одан кейін тіл тұғыры деп атайтын біздің сіздермен бірге белгілі республикалық олимпиадамыз бар. Осы олимпиадада осы зерттеу жұмысы жүргізілген сыныптар жақсы нәтижелерге қол жеткізіп жүргенін атап өткіміз келеді. Егерде мен өз жұмысымды қорытындылай келетін болсам, бұл әдістемелік нұсқаулық орыс тілінде оқытылатын 5-9 сынып оқушыларының қазақ тіліндегі айтылым дағдысын дамытуға бағытталған. Ұсынылған тапсырмалар оқушылардың коммуникативті құзыреттілігін қалыптастырып, еркін сөйлеуіне мүмкіндік береді. Сабақта QR-код, игрографика, интеллект карта және жасанды интеллект құралдарын қолдану оқушылардың қызығушылығын арттырады. Диалог, пікірталас және жоба қорғау жұмыстары сөйлеу дағдысын тиімді дамытады деп айта кеткім келеді. Нәтижесінде оқушылардың сөйлеу белсенділігі артып, сөздік қоры кеңейіп, сабаққа деген мотивациясы жоғарылайды. Нұсқаулық оқу бағдарламасына сай құрастырылған және мұғалімге қолдануға ыңғайлы. Болашақта цифрлық ресурстарды кеңейтіп, тәжірибені тарату жоспарлануда. Бұл еңбек қазақ тілін оқыту сапасын арттыруға үлес қосады. Және де болашақта біз сол Қарағанды қаласындағы номері 23-ші жалпы білім беретін мектепте жұмыс істейтін әріптестерімізбен қосылып, осы бастамамызды жалғастырып, енді 10-11 сынып оқушылармен қалай жұмыс істеуді жоспарлап отырмыз. Және де айта кететінім, бұл әдістемелік нұсқаулықта сіздерге 10 түрлі жұмыс түрі, практикалық жұмыс түрі ұсынылған. Енді осы біздің әдістемелік нұсқаулығымызға сай жұмыс дәптерін жүргізу де біздің ойымызда. Яғни біз бұл жұмысты жазу барысында көптеген ғылыми еңбектерге тоқталып өттік. Көптеген ғылыми еңбектерді зерттедік.
Яғни оның барлығын сіздерге оқып беру менің жоспарымда жоқ. Бірақ та сіздер қазір менің экранымда бұл еңбектерді, әдебиеттердің тізімін көріп тұрсыздар. Менің айтарым осымен тамам. Егер сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Егер де бұл әдістемелік нұсқаулық туралы жалпы қызығушылықтарыңыз болса да, мен сіздермен жұмыс істеуге, түсіндірме жұмыстарын жүргізуге дайынмын. Құрметті әріптестер, егер де сіздердің сұрақтарыңыз жоқ болса, мені тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Кездескенше сау болыңыздар.